Кайырлуу күн құрметті оқушылар. 10 сыныптың геометрия пәні бойынша 3-90 сабағын ұсынғалы отырмын. Қабыл алыңыздар. Сабақ тақырыбы векторды 3 компланар емес вектор бойынша жіктеу. Сабақтың мақсаты кеңістіктегі коллинияр және компланар векторлардың анықтамаларын, вектордың коллиниярлық шартын білу. Бағалау критерийлері. Векторды компланар емес 3 векторлар бойынша жіктей алады. Олай болса, сабақ тақырыбына анықтама айта кетер болсақ. Векторлар бір жазықтыққа параллель болса, онда олар компланар векторлар деп аталады. Бірден осы анықтамаға мысал келтіре кетейік. Сізге байқағаныңыздай сызбада СА, СА1, ДД1 векторлары берілді. Олар компланар векторлар бола ала ма? Біріншіден, ДД1 векторіне СС1, ВВ1, АА1 векторлары тең. Олай болса, ДД1 векторын СС1 векторына параллель көшіруге болады. Анықтама бойынша сүйене отырсақ, мінекей, біз СС1 векторына көшірдік параллель. Байқасаңыздар анықтамада векторлар бір жазықтыққа параллель болса. Мұқият болыңыздар, бір жазықтыққа параллель болса, немесе бір жазықтықта жатса деген мағынаны береді. Яғни бір жазықтықта СА1, СС1 векторлары жатыр. Оны көрсете қояйық. Яғни байқағандарыңыздай А1, С1, С жазықтығында 3 берілген вектор жатыр. Келесі мысал. Егер сізге ДС, ДД1, СА векторлері берілсе, олар компланар бола ма деген сұрақ қойылады. Байқағаныңыздай, ДД1 векторын сәйкесінше параллель қалған 3 векторға да параллель көшірсек те, ДС мен СА векторлары бір жазықтықта жатқанын байқаймыз. Яғни АС-ды үшбұрышында жатыр. Олай болса, ДД1 векторы ол жазықтыққа параллель емес. Демек, 3 вектор компланар емес. Келесі сұрақ бойынша көшетін болсақ, АД және Д1 В векторлары компланар бола ма? АД, Д1 В векторлары компланар бола ма? Яғни, АД векторына А1 Д1, Б1 С1, БС векторларын бір-біріне тең етіп алуға болады жалпы. Және де оларды параллель көшіруге болады. Сәйкесінше параллель көшірер болсақ, онда ол 2 вектор бір жазықтықта орналасады. Демек, осыған байланысты біз тұжырым айта аламыз. Кез келген 2 вектор компланар болып келеді. Келесі сұрақ. Келесі жалпы есеп десек те болады. Есеп, тапсырма. А1-да А1, Б1, С1, Д1 параллелепипеді берілген. Б1, АС, Д1 векторлар компланар бола ма? Сызбасын көрсете қойып. Д1, Б1, АС векторлар берілген. Сәйкесінше параллель көшіру жүргізейік. Б1, Б векторын А1, А векторіне, Д1 векторын С1 векторіне параллель көшіретін болса, немесе керісінше Б1 векторын С1 С векторіне, Д1 векторын А1 векторіне көшіруге болады. Олай болса, берілген 3 вектор бір жазықтықта жатыр. Олай болса, берілген 3 вектор компланар деп аталады. Осы есепке байланысты бір тұжырым айта кетейік. Егер 3 вектордың арасында 2 вектор коллинияр болса, онда олар компланар. Келесі есеп. Жаңаға айтқан тұжырымды сызба бойынша көрсетсек, егер 3 вектордың арасында 2 вектор коллинияр болса, онда олар компланар. Яғни, сызбада көрсете қойып. Мінекей С вектор, мінекей К вектор. Үшеуі бір жазықтықта жатыр. Компланар векторлар. Келесі тапсырма. Кез келген 3 вектор компланар және компланар емес болуы мүмкін жалпы. Суретте параллелепипед берілген.
сызба боюнча bb1 o'd OE векторлары компланар боламы? Әдеттегідей параллель көшірер болсақ, b1 векторын OS векторына немесе ED векторына параллель көшіргеніміз тиімді. Онда олар бір жазықтықта жататын байқаймыз. Демек, берілген үш вектор компланар векторлар. Келесі тапсырма бойынша қарасаңыздар болады. OB және осы векторлар компланар боламы? Байқап отқандарыңыздай, OB, OA векторлары бір жазықтықта жатыр. осы векторы ол жазықтыққа, яғни параллель емес. Олай болса, үш берілген вектор компланар векторлар емес. Келесі тақырыпшаны бастағалы тұрмыз. Векторды компланар емес үш вектор бойынша жіктеу. P векторы тең XA векторы қосылған YB векторы қосылып ZS векторы. Векторды үш компланар емес вектор бойынша жіктеу туралы теореманы айта кетейік. Кез келген векторды берілген үш компланар емес вектор бойынша жіктеуге болады. Және жіктелу коэффициенттері жалғыз ғана әдіспен анықталады. Мұндағы A, B, S векторлары компланар емес векторлар. Мысал қарастырып көрелік. ABC'да A1, B1, C1'да бір параллелепипеді берілген. B1D векторын, B1 сызбадағы көрсетілген BD1 векторын кешіріңіздер, BA, BC, BB1 векторлары арқылы жіктеу қажет. Олай болса, BA векторы, BC, BB1 векторларын сызбада көрсетейік. Байқап отырғандарыңыздай, үш вектор параллелепипед болғаны үшін бұл жерде параллелепипед ережесі бойынша BD1 векторын BA қосу BC қосу BB1 векторын қосындысы түрінде аламыз. Келесі тапсырма. Дәл сол параллелепипед берілген BD1 векторын мына векторлар арқылы өрнектеу қажет. Яғни жіктеу қажет. Ол үшін біз байқауымыз керек нені? Үшбұрыш ережесі бойынша A1, B1D1 үшбұрышын қарастырайық. Ол үшбұрыштың, яғни қабырғалары болып тұрған векторларда үшбұрыш ережесін қолданайық. Демек, B1D1 вектор тең болады B1A1 қосылған A1D1 векторы. Сәйкесінше B1A1 векторын қазір түрлендіреміз, A1D1 векторы тұра берсін. A1, B1B үшбұрышын қарастыралық. Бұл үшбұрышта тағы да үшбұрыштар ережесін пайдаланамыз. Демек, B1A1 векторының орнына B1B қосылған BA1 векторын қосқалы отырмыз. Дәл солай тағы да түрлендіру енгіземіз. Яғни, жақшаның ішіндегі өрнекті A1A минус A1B вектор түрінде түрлендіріп аламыз. Олай болса, сәйкесінше A1B векторының ол сол күйі тұр, жақшаны аша қойсақ, берілген тапсырма орындалды. Енді айтылғандар бойынша тұжырымды айта кетсек болады. Айтылған қарастырылған есептер бойынша кез келген екі вектор компланар. Үш вектордың ішінде екеуі коллинияр болса, онда олар компланар. Егер үш вектордың арасында екі вектор коллинияр болса, онда олар компланар. Берілген тақырып бойынша Learning-Ams онлайн режимдегі бағдарламасы бойынша сіздерге тапсырма жібергелі отырмын. Бұл жерде тапсырмалар берілген, яғни ребус берілген, кроссворд берілген. Осы кроссвордты шешсеңіздер болады. Ал жалпы бүгінгі сабағымыз бойынша өзіндік жұмыстары сіздерге қарастырылған. Яғни үй жұмысымен қосқанда 3 тапсырма берілді. Жалпы осымен сабағымызды бекіту мақсатында берілген 10 сұрақты теориялық сұрақтарға жауап берсеңіздер болады. Яғни, және де қосымша сұрақтарыңыз болса, жекеге шықсаңыздар, сіздердің сұрақтарыңызды күтемін. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.